Ассалаумағалейкум. Мына астмаға көмегі бар ма деп сұрап жатыр. Жаңа суджок терапияны сұрап жатыр. Астма деген жалпы не? Оның қазақшасы бронхиал демікпе, мына өкпедегі бронхтардың бітелуі, түтікшелердің бітеліп қалуынан соны астма деп айтып жатады. Ол енді оның белгілері қандай? Мысалы, демаламайды. То есть көбірек демалу үшін қосымша ауызбен демалып бастайды. Мұрнынан ауа жұтқанмен онша сезілмейді. Цитрусовый жемістер жей бастасаңыз, уже сразу тамағын ұстайды. Болмаса, көктемнің айларында жаңа ағаштар гүлдеп бастаған кезде кәдімгі аллергия беріп, угольгилар шыға бастайды, мұрын қатты бітеле бастайды деген сияқты. Астманың белгілері көп енді. Ол геннен беріледі, ата-анадан жаңа туылған кезде, болмаса жұқтырған болуымыз мүмкін, разницасы жоқ. Құдай қаласа ол емделеді. Бас бармақтағы точкалардан қан аламыз. Мына осы Шымкент қаласында бизнес-центр Ескода отырамын кабинетте. Мына нөмірге WhatsApp-қа жазсаңыздар, құдай қаласа емдейміз. Емделу үшін сол WhatsApp-қа жазыңыздар.